Абай жолы роман-эпопеясы қайтқанда 4-ші бөлім. Қарашоқы Қодар қыстауынан алыс емес. Шыңғыстың үлкен биігінің бірі. Соның бауыры әдемі, тоғайлы өзен болатын. Тал терегі болсын және тау қайыңы, қисықша, қызыл қайың болсын, барлығы да көктеп, жайнап тұр. Бұл ара бір құйқалы, жақсы қыстау. Бөкенші, борсақ ерте кеп, осында орнап қап, әлі бауыр басып келеді. Ырғызбай ішінен әсіресе осы Қарашоқыға қызығушылар көп болатын. Бұнда отырған ауылдар Борсақ Жексен ауылы. Ол Борсаққа әлде қандай көрінгенмен өзге жұрттың келісінде бұта құрым болатын. Жиын осында екен. Жексен ауылы 4 үй. Өзенге мінбелеп, төніп тұрған бір тіп-тік жартастың түбіне қоныпты. Осы араға Қодар мен Қамқаны алып келе жатты. Тыста: «Келе жатыр, алып келе жатыр, әне Қодар!» деген үндер естілген соң, Жексен үйінде отырған Құнанбай бастаған топтың бәрі тысқа шықты. Тұмсық асып келе жатқан қамысбайлар келгенше, мұндағы барлық жиын бір араға қарай екшелеп, ауылдың сыртына барып топтанды. Сол арада қызыққа бұйдалап байлап, шөгеріп қойған бір үлкен, биік қара атан жатыр. Беліне шом салып, екі өркештің арасын жоталап биіктепті де, соның үстінен бастыра бір ашамайды орнатып, мықтап шандып, таңып тастапты. Қамқа жиыннан шошып кетті. Жолшыбай сұрамаса да, енді ауылға тақала бергенде Қамысбайдан: «Жаным-ау, адам баласысың ғой, осы айыбымыз не? Не қылмақсыңдар? Айтып өлтірсеңші!» деген. Бұған шейін ләм деп жауаптаспай келген Қамысбай енді ғана тіл қатты. Бірақ тілі зәрдей еді. «Анау атаңмен Қодармен жақын болғаның үшін қазір екеуің де жайрайсың», деді. Ол осыны айтып, Қамқа не дер екен деп еді, байқаса Қамқада үн жоқ. Бір ғана аңыранды да сылқ етіп аттан құлап барады. Қамысбай өзі де аттан жығылып қала жаздады. Қамқаны құшақтап қысып алды да желіп отырып жиынның алдына келді. Алдыңғылар Қодарды түсіріп жатыр екен. Бұ да кеп Қамқаны сүйсемелдей ұстап тұрып, өзі бұрын түсіп, артынан келіншекті түсірді. Қамқа түскен жоқ. Былқ етіп құлап жығылды да талған бойында жерде сұлқ жатып қалды. Қодардың алдында 100 қаралы жиын тұр. Ортасында Құнанбай, Бөжей, Байсал, Қаратай, Сүйіндік, Майбасар бәрі бар. Алдағы осыларда артында ентелеп тұрған ақсақал, қарасақал. Әр рудың, көп рудың адамдары ылғи атқа мінері ғана. Ішінде жұпыны киімді біреу жоқ. Қодар сәлем бермеді, өзі таңулы. Ішінде удай қайнаған ыза мен ашу бар. Жиын ортасында жалғыз көзі бұған оқтай қадалып тұрған Құнанбайды танып, соған қарап түйіліп, қатты ақырып: «Уай Құнанбай, мені Құдайдың жылатқаны аз беді? Бұ не қырсығың?» дей бергенде, Майбасар бастаған әулекі жуандар: «Тарт тіліңді, қысқарт, жап аузыңды!» деп арс-арс етті. Құнанбайға жаңағы Қодарша зекіп сөйлеген қарсылық сөздерді олар естіген емес. Қодар аз үндемей тұрып, аналар басыла бергенде: «Ел жұртқа масқара етіп, қор етіп, анау соқыр көзіңнің құнын менен алайын деп педің?» дегенде, Құнанбай: «Шығартпа үнін, жоғалт көзін!» деді. Майбасар да ілесе: «Өй қуарған көктөбет!» деп қамшы үйіріп кеп қабеді. Қодар саспастан тұрып қарсы ақырды: «Иә, мен көк ит болсам, сендер көп итсің. Жабыларсың, таларсың да жерсің!» дегенде, Қамысбай мен бағанағы 4 жігіт Қодарды сүйрей жөнелді. Сүйретіле бара жатып, Қодар зор дауыспен барынша шырқап: «Ақ қаранды тексермедің бе, өңшең қан жұртқан қара бет!» деп қанталаған көзімен Құнанбайға бұрылып, атып жіберердей қарады. Бірақ осы кезде мойнына шылбыр түсіп қалып еді. 4 жігіт жетектеп жылдам тартып, анадай жатқан қара атанның оң жағына апарды. Басына қап сияқты бірдеңені жаба салды. 5-6 кісі тап жылтпай түйенің қабырғасына басып, жығып ұстап тұрды. Қодар тағы лағынет айтып, айқайлай беріп еді, сыртынан бір қатты күш тарпып, серпіп жібергендей болды. Тұрып бара жатқан түйенің қабырғасы қаққан екен. Осыдан әрі мойнынан лық етіп, темірдей қысып, жанын суырып әкетіп бара жатқан таудай ауыр күш басты. Жалған жапырылып үстіне кеп құлады.
Көзінен оты жарқ етті де сөніп бара жатты. Жиында үн жоқ. Түйенің ар жағына қодармен тең қып асқан қамқа түйе тұрысымен бір сәтте үзіліп кетті. Оны бәрі көріп тұр. Қодар бір жиырылып, бір созылып, тез өле алмады. Батырға біткен соң денесі созылған уақытында бұрынғысынан да ұзарып, нар түйенің бойына теңелгендей аяғы жерге тиер-тиместей болды. Түйені тұрғызып, бір талай ұстап тұрғанда жиын әлі үн қатпады. Екі жанның өлім азабын өз үстіне арқалап тұрған түйе үнсіз. Дәті шыдамаған Байсал кейін бұрылып шетке шығып кетті. Сөйлегендер болса сыбырмен ғана сөйлейді. Қаратай бөжейге күбіретіп: өле алмай қиналды-ау бақыр. Бейшара жаңа білдім, арыс екен ғой, деді. Бөжей мұның бетіне қатты сұрланған жүзбен ажырайып қарады да: арысыңды ендеше арыстан жеді, деп сырт айналып кетті. Жұрт сыбырлап: өлген жоқ, әлі өлген жоқ, десе берді. Қодардың денесі шынында әлі тітіркенгендей дірілдеп қап, кейде тартыла түсіп қояды. Құнанбай жұрттың күбірі көбейіп бара жатқанын енді сезді. Өлтіргеннен де қинау бататын тәрізді. Оң қолымен қатты ишарат қып түйені шөгер деп бұйырды. Түйе шөккенде қамқа серейіп сұлқ түсті де Қодар өлмеген екен, бүктетіліп түсті. Сол арада жұрттың есін жиғызбастан Құнанбай қасындағы құзды көрсетіп: шық алып мынаның басына, құлатыңдар содан кәпірді, бітсін сонымен, деді. Бағанағы Қамысбай мен сол жігіттер үнсіз Қодарды түйенің үстіне көлденең салып арқанмен байлады да тау басына тарта жөнелді. Бұл құздың арғы сырты жазаң, көлбей біткен бетегелі жазаң болатын. Тосып тұрған жұрттың ішінен бірең саран дәті шыдамағаны сусып кетейін деп еді Құнанбай: ей тарқама түге, тоқта былай, деп саңқ етіп зілді бұйрық берді. Жұрт қайта иірілді. Аздан соң құздың басына ереуілдеген жаяулар шықты да ойдағы жиынға қарады. Құнанбай түрегеліп, оқшауырақ шығып, қолын төмен сілікті: таста дегені. Жоғарыдағы төрт жігіт Қодар денесін қаумалап, ілгерілі кейінді толқытып тұрып, бір кезде тастап жіберді. Бұл тас бауыр жағы ойылғандай шұқшиған тас еді. Азап пен қорлық шеккен онсызда өлі дене Жолшыбай бір тасқа соқпастан тұпа-тура ағып кеп, ауыр салмақпен гүрс етіп бір-ақ түсті. Қазірде шоқтай жиылып қалған топтың қақ-қасына кеп құлады. Шетірек тұрған кісілерге естілгендей боп, ақырын ғана күтір етіп, сүйек-сүйегі сына түскендей болды. Дәл осы кезде Жексен ауылына төменгі тоғай ішінен шығып, қатты жүріп кеп, екі салт атты түсіп еді. Денелері ықшам, біреу бала бейнелі. Олар аттарын шеткүйге байлай сала, жылдан басып келе жатқан Абай мен Жиренше болатын. Аттан түсе бере бұлар тас басына тегіс аңырып, қарап тұрған жиынды көріп, өздері де солай қадалды. Бір кезде шекпеннің етегі қанаттай боп шалқи шашылып, құлап келе жатқан дене көрінді. Жиренше атты байлай сала топқа қарай жүгіргенде, Абай көзін басып отыра кетті. Бітті, өлді. Мезгілімен жетсе, әкесіне өмірінде бірінші рет жалынып, аяғына құшса да өлтіртпей алып қалмақ еді. Кешігіп қалды. Енді топтың ішінен көрмек емес. Атына қайта жүре берейін деп еді. Бірақ дәл осы кезде үнсіз тұрған жиын жақтан жапыр-жұпыр дауыстар естіліп қалды. Сен ал, сен ше, ал өзің, десіп қау-қауласып тұрған жұрт қолды қолына бір-бір кесек тас көтеріп алыпты. Төбелес пе деп еді, солай басты. Бұл төбелес еместі. Қодар құласымен Құнанбай: әлі жаны шыққан жоқ, енді анау кәпірден өз жанымызды ақтап, аулаға кету үшін 40 рудың 40 кісісі кесек атсын. Ал осы жиындағы әр атаның баласынан бір кісі кесек алыңдар қолдарыңа, деген. Өзі алдымен алды да Бөжей мен Байсалға қарап, жердегі тасты нұсқап: алыңдар, деді. Бұйыра айтты. Аналар бағынды да тас алды. Міне, шариғат бұйрығы, атыңдар кесектеріңмен, деп алдымен өзі лақтырып, Қодардың жонынан ұрды. Бөжейлер алған кезде тасты біреу алып, біреу алмай тартыныңқы еді. Жаңағы дабырлаған дауыс сол тас алдырып ұрғызудың бұйрықтары екен. Абай жеткенше жұрт бірі артынан бір тас жіберіп ұрып жатыр. Топтың шетіне Абай келе бергенде Жиренше қолынан ұстай алып, бетін тақап:
Ананы қара, мынау ұрғалы жатқан шалды қара, осы Қодардың жақыны, өзі шал, өзі борсақ Жексен, бұған не жоқ екен Көктөбетке, деді. Абайға нағыз өлтіруші осы сияқтанды. Ентелей ұмтылып, Жексеннің желке жағынан тақай бергенде, Жексен Қодардың өлігіне қарап, кет бәлекет, жүзі қара, кет, деп үлкен тасты жіберіп қалды. Қодардың денесін Абай жаңа көріп еді. Бас сүйегі мылжа-мылжа болыпты. Жүрегіне қан төгілгендей қайнап кеп, өй кәрі малғұн, деп Жексенді желкеден қойып жіберді. Жексен Қодарды ұрған біреудің топшысы тиді ме деп сырт айналып қарағанда, не деген имансыз едің кәрі төбет, деп тұрған Құнанбайдың баласын көрді. Абай сырт айналып кете барып беріп еді. Жексен бұған зекіп, ой бала, ой сен өзің, деп тұрып дауыстап, мен бекен, ер болсаң әні, әкең, дей берді. Жұрт о не десіп жатты. Абай жылдам басып атына жетті. Белдеуден атын шешіп жатып, осы үй ішінде жылап отырған көп жанның үндерін естті. Әйелдер көрінеді. Бірі солқылдап, бірі ыңырсып, бірі сыбырлай сөйлеп жылайды. Дауыстарын шығара алмай қыстығып жылаған қатындар. Еркектер бұл ауылдың бар әйелдері мен баласын осы үйге ерте бастан қаматып қойған. Солар екен. Қатты қорқытып қойған болу керек, дауыстарын шығара алмай жаншылып, егіліп жылайды. Бұ да Абайға оқтай тиді. Тыңдауға дәті шыдамай атына міне берді. Осы кезде Құнанбайға Жексен шаққан болу керек. Әкесі Абайға айғайлап, ей Құдай ұрған, тұра тұр, көрермін бәлем, деді. Ұстаңдар, алып келіңдер, деп айта алмай қалды. Абай атына міне сала ауылға қарай шаба жөнелді. Артынан мұны қуып жеткен жиренше, ей Текебай тентек, Текебай тентек, деп ат қойып апты. Бұлар ойға қарай жосып кете барды. Жиын болып кісі өлтіріп, ел ортасында құлақ естіп, көз көрмеген сұмдықты өз қолдарымен істеп шыққан топ атқа міне сала жан-жаққа шашырай тарады. Үнсіз жым-жырт айырылысты. Жалғыз-ақ бөжей ғана Сүйіндік Қаратаймен бірге үшеуден үшеу боп оқшау кетіп бара жатып, күрсініп, ер өлтіргенге құн сұраушы ең, енді құн сұрамақ түгіл, өкпе гінағылар мұршаң жоқ, өлтірген өзіңсің. Қырық рудың адамы кесек атып, өзің өлтіріп отырсың, не бетіңмен үн шығарасың, деді. Қаратай танып келеді. Бөжейдің түп есебінің көбін Құнанбай бұзып кетті. Бөжейге әсіресе Құнанбайдың осы айласы батқан тәрізді. Қаратай соны ескеріп, шариғаттың шын бәлесін түпке сақтапты ғой. Бұл шариғатта айлаға құрық бере беретін болды ғой. О да Құнанбайдың қойны қонышында десейші, деді. Сүйіндік басылып шошып қалғандай екен. Құрсын, тек бәле осымен бітсін, тынсын десеңші, деді. Бөжей көп арбасқандықтан Құнанбай тәсілін түк бірлей танушы еді. Біту тыну ма, деп күрсінді де, бөкенші борсақ қашан айттың деме, шалбырды Қодар мойнына салған жоқсың. Бұйырса, осымен өз мойныңа да салған боларсың жазған, деді. Әрқайсысы да осы ойдың соңында еді. Үндемей, салбырап кете барысты.